Сәлематсыңдар ма оқушылар? Қалдарың қалай? Денсаулықтарың жақсы ма? Сабаққа дайынбыз ба? Ендеше қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Бөлім сәулет өнері туралы не білемін? 54-ші сабақ. Бүгінгі сабақта бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықшарды білетін боламыз. Оқу мақсаты түрлі жағдаяттағы қоғамдық ортада қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу. Мұғалімнің көмегімен бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықшаның орнын білу және қою. Жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып түзету. Бастауышта, баяндауышта зат есімнен, сын есімнен, сан есімнен немесе бір сөздің қайталануынан тағы басқа жағдайда жасалса, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалға, әмір күйші, Алматы сәулетті қала, ел намысы, ер намысы, ол инженер. 125-ке бөлінеді. Оқулығымыздың 102-ші бетіндегі мәтінді оқимыз. 13-ші жаттығу. Мәтіннен өзіңе қандай жаңа ақпарат алдың? Мәтіндегі қарамен жазылған сөйлемдерді көшіріп жазып, сөйлем мүшесіне талдаймыз. Олардың тыныс белгісіне назар аударамыз. Бізге берілген мәтін: Астанадан 6 шақырым жерде құлагерге ескерткіш орнатылған. Ескерткіш Астана-Көкшетау тасжолының бойында тұр. Құлагердің мүсіні мыстан құйылған. Құлагер әйгілі ақан серінің тұлпары. Ақан 16-17 жасынан әнге, өлеңге, домбыраға әуес болады. Оқулығымыздың 103-ші бетіндегі 14-ші жаттығу. Бұл жерде біз сөйлемді оқимыз. Екі бағандағы сөйлемдердің баяндауышын тауып, оларға сұрақ қоямыз. Екі бағандағы сөйлемдердің баяндауышын салыстырамыз. Бірінші бағандағы сөйлемге келетін болсақ, әділет оқушы, сәуле биші, алма жеміс. Бұл жерде бастауышта, баяндауышта зат есімнен құралған. Сондықтан да бастауыштан кейін сызықша қойылып тұр, оқушылар. Екінші бағанға келетін болсақ, әділет оқыды. Не істеді? Оқыды. Сәуле биледі. Не істеді? Биледі. Алма пісті. Алма не істеді? Пісті. Бұл жерде бастауыш зат есімнен, баяндауыш етістіктен құралып тұр, оқушылар. Сондықтан да сызықша қоймай жазамыз екен.